Баршаңызға қайырлы күн. Осындай өте дәмді ачичук салатын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Бізге керегі помидор мен жуа ғана. Помидорды біркелкі етіп, жіп-жіңішке қылып турап аламыз. Дәл осылай жуаны да турап аламыз. Бұл салатты негізі күрішпен, кешкі тағамдардың қасына жасаса өте елеседі. Турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, жуамыздың, помидорымыздың суын шығарып аламыз. Барлығын ыдысымызға салып ұсынсақ болады. Міне осындай өте қарапайым. Отбасыңызға дайындап беріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын.